Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен Арайдың асханасы бір жасағаның өзінде керемет болып шығатын, менің өзім әрдайым заказға жасайтын сметаник пирогтың рецептісін ұсынамын. Достар, видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, каналымның дамуына үлес қоссаңыздар. Алдымен тестасын жасаймыз, яғни қамырын. Ұнымызға бір шай қасық разрыхлитель, яғни қопсытқышымызды қосамыз. Қанша граммдардың барлығын астында описанияда қалдырамын. Екеуін жақсылап араластырғаннан кейін қантымызды қосып тағы да араластырамыз. Одан соң бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Араластырып қамыр жасайтын боламыз. Ең соңында бір жұмыртқамызды қосып, тағы да жақсылап араластырып, бір массаға жеткенше араластырамыз. Одан соң формамызға саламыз. Мендегі ыдыс 24 сантиметрлік, және де астына фольга төседім. Осылай қолымызбен барынша жайып шығамыз, және де жан жағына бортики жасап шығамыз. Тезірек жасаңыздар, өйткені майларыңыз еріп кетсе қатты жұмыс жасауға қиындық туғызады. Одан кейін қалауларынша стаканмен осылай басып, тағы да тегістеп шықсаңыздар болады. Мінекей бір формаға келді. Енді біз ішіндегі салмасын дайындағанша холодильникке салып қоямыз. Начинкасына, яғни салмасына қаймақ 20% қаймақ болуы міндетті. Егер сұйық болса, біздің сметаник пирогымыз дұрыс шықпайды. Үстіне қантымызды, одан соң жұмыртқамызды салып шығамыз. Міндетті түрде венчикпен араластырыңыздар. Миксермен араластыруға да болмайды. Қатты сұйық болып кетсе, біздің сметаник пирогымыз дұрыс шықпайды. Пісу барысында арасы сұйық болып, дұрыс қатпайтын болады. Сол үшін тек венчикпен араластырамыз. Одан кейін біздің осы салмамызды салып шығып, қызып тұрған пеште пісіреміз. Міндетті түрде қызып тұрған пеште 160-170 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Міндетті түрде суығаннан соң формасынан ажыратыңыздар. Бастапқыда ортасы сұйық болуы мүмкін, шамалы ғана сұйық болады, бірақ ол полный суығаннан кейін осылай қатаяды. Формасынан да суымай алмайсыздар. Міндетті түрде жақсылап суығаннан кейін осылай пышақтың көмегімен ажыратып аламыз. Қалауларыңызша жеміс-жидекпен әсемдеп шығуға болады. Неке достар, біздің сметаник пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаның өзінде өте дәмді, керемет болып шығады. Және де ешқандай уақыттарыңызды алмайды. Аяқ астынан қонақтарыңыз келіп қалса, тез жасап жіберуге ыңғайлы, ең оңай пирогтардың бірі. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Келесі видеода кездескенше.